Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай әдемі және дәмді үй жағдайында балаларға компот дайындаймыз. Яғни напиток есебінде балаларға бере береміз. Жаз мезгілінде шөлді қандыру үшін. Ол үшін бізге осындай суымызды қайнатып аламыз, таза суымызды. Және де алмамызбен мен бақшада өсіп тұрған алшаны қолдандым. Бұның орнына әдемі түсін беру үшін шие де жарайды, және де қара өрік те әдемі түс береді. Мен алша мен алманы қолдандым. Мінекей осылай қайнағаннан кейін құмшектерін салып араластырып аламыз, астына тұнып қалмас үшін. Және де ерекше дәм беру үшін мен осындай жалбыз қолдандым. Яғни мята. Мінекей жалбыз қосып, тағы да бір бұрқ еткізіп қайнатып аласыздар. Біздің напитогымыз дайын болды. Енді тез су үшін мен осындай шараға құйып алдым. Міне түсін көріп тұрсыздар, өте әдемі қанық түс шықты. Осыны таза баклажкаларымызге құйып алдым. Осындай сүзгіден өткізіп құйып алдым. Менде 11-12 литрдей шықты. Тоңазытқышқа салып қойып, мұздатып ішкенге өте жақсы. Балаларыңызға ешқандай зиянсыз, бояғыш қосылмаған, табиғи. Немесе осылай үстіне мұз салып жіберсеңіздер де салқындап шөлдеріңіз қанатын болады. Жасап көріңіздер. Рахмет.